Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегенің не екенін. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұру хақың бар жүгіруге. Адам керуен, өмір жол. Дүние түске дейін кез, түстен кейін мүйіз болып кетуі әп сәтте. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгетпейді. Өмір егер ащы бермесе, тәттіні білер ме едік? Тәттіні бермесе, ащыны білер ме едік? Тарих рахымсыз, ол ғұламаны да білгірді де, өнер иесінде хандар мен патшаларды да аямайды. Ол өз заңына қарсы келгендердің бәрін езіп, жаншып жүре береді. Тарих заңдары кері қайтуды білмейді және оны жаратпайды. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзін жұбату, өзін-өзі алдау. Өлімнен де ауыр ит өмір кімге керек? Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен алып кіру әдебиетінің ендігі міндеті. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды. Ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Өмір кеме жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ғалымға азық берер қайнар көзді кітап бетімен, лаборатория аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен, еңбек адамның жасампаз ісін танумен кең өрісін табады. Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолданбаған кісі, жерін айдап, дәнін сеппеген адамға ұқсас. Өмірде адам не көрмес, көтергенмен кеудесін, жақсыға жаман тең келмес. Меніңше бұл өмірде махаббаттан асқан қазына жоқ. Өмір тәтті, бүгін қолың жеткенде, удай ащы ертең тастап кеткенде. Дүние бірде бал, бірде у сынар.
Бейнет көрме, біреуге бейнет берме. Дүние алдамшы, өмір қу деп елір ме? Қамдан, сақтан, қалғып бақ, бәле келсе, бәрін Құдай қылады дегенге ерме. Өмір самал, ажал амал. Өнердің өмірден айырмашылығы, өнер өмірден үйренбейді. Әр адамның мінезі астындағы тұлпары, соның ағынымен адамдар өмірден зымырап өтіп жатады. Уақытты таңдамайды, онда өмір сүреді. Адамдарға ақыл парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген. Әр адамның өмірінде ұзақ күн, ұзақ түндері болады. Қысқа күн, қысқа түндері де болады. Асылы, адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар, түр беруге, оны әшекейлеп, өрнектеуге еңбек етеді. Атаның орны балаға қалады. Бұл фәни ұзақ болса 100 жыл болар. Байқасаң тоқтауы жоқ, бұл бір сонар. Сонаршы кешке дейін түлкі қуған. Күн батып, шаршаған соң ақыр қонар. Бағың барда жігіттер, тоқталып сірә іркілмес. Жұрт қарасын қызығып, бәрекелді деп шіркінге.